Сақан Дінмұхамед Талғатұлы. Міне Алланың қалауымен, Алла қаласа шығарып алайық деп жатырмыз. Дінмұхамедімізді, 7-ші баламызды саған Алла разы болсын, рахмет. Барлық команда бәрі келіп, әке-шешеміз барлығы дайындалып жатыр. Немереміз шығарып алайық деп жатырмыз, Алла бұйыртса. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Таскескен ауылынан келдік. Құрметті ағайын, бізде қуанышты жаңалық болып жатыр. Біздің компаниямыздың бастығы, генеральный директоры Талғат мырзамыздың 7-ші баласы дүниеге келіп жатыр. Біз команда жиналып, сол кісілерді шығарып алуға келіп тұрмыз. Құрметті азаматтар, Талғаттың жолдастары, бауырлары, біз Талғаттың әкесі мен шешесі Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Таскескен ауылынан келіп тұрмыз. Ұлымыз Талғат, келініміз Арай 7-ші ұлы болып жатыр. Дінмұхамед Қонаев атамыздың атын қойып жатырмыз. Сол сияқты өнегелі тәрбиелі ұрпақ болып өссін. Қазақ еліміз, Қазақстанымызға келген нәубеттен Алла құтылып, қазағымыз өсіп өркендеп, көркейе берсін. Балаларымыз аман, дендеріміз сау, халқымызға тіршілік берекелік болсын. Баламыздың бауы берік болсын, әке-шешесі серік болсын. Талғаттың оқырмандары, мінекей бүгін біз қуаныштымыз. Қуанышымыздың бірі Талғат 7-ші баланың әкесі атанып жатса, келініміз алтын құрсақты ана атанып 7-ші балаға сөйтіп жатырмыз. Сол қуанышқа ортақтасып жатырмыз. Алла мінекей күнде нұрлы болып, жаңбыр жауып жатыр. Алла жақсылығын берсін. Дүниеге келген балам бауы берік болып, жасы ұзақ болсын, бәр жақсылық бола берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал тарихи сәт, қазір мен ұлымды алғашқы рет қазір көріп, қолын ұстап, алтын ұлым. Жан, Алла разы болсын, рахмет саған. Ал, ассаламу-алейкум, қазақ елі. Сақанттар әулиетіне тағы да бір батырымыз келіп жатыр. Алла тағала ғұмырлығын қайырлы, берекелі қылсын. Осы әкесі Талғаттай еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болсын. Сол, бар жақсылық тілеймін, әр үйге осындай қуаныш тілеймін. Бал бөбегім, балапаным менің, аялайды алақаным менің. Талғат аға бүгінгі Дінмұхамедтің дүниеге келген күні құтты болсын, үлкен елдің азаматы болсын, тек қана мақтаныштарыңыз болып өсе берсін. Ажайып бір ертегім, еліктейін еркелім, балдай тәтті қылығың, шекердейін шырыным. Бал бөбегім, балапаным менің, аялайды алақаным менің. Арайлансын атар таңың сенің, балапаным менің, балапаным менің. Берекесі бақыттың, шуақ өсің шаттықтың, шаңырақтың сәнісің, әулетімнің әнісің. Бал бөбегім, балапаным менің, аялайды алақаным менің. Арайлансын атар таңың сенің, балапаным менің, балапаным менің. Қолымда ұстап тұрған ұлымды осы былтыр ораза болған кезде біз бала шағамызбен бәріміз ораза ұстап тілеген болатынбыз Алла тағаладан. Болат жалғыз болмасын, Болаттың жанында бауыр болсын деп. Алла тағала тілеуімізді қабыл қылып, аян болып, сол кезде Назарбаев атамыздың жанында отыр екенмін. Назарбаев атамыз маған бір үлкен қара өрік береді.
мен өрікті алам, ана жерде қаншама кісілер барлығы қолпаштап отыр. Сол кезде артымнан Дінмұхамед атамыз келеді. Дінмұхамед атамыз келіп, оң жағымнан былай еңкейіп қарап күлімсірейді. Сол кезде мен ойлағам, Алла қаласа Дінмұхамед қоям атын деп. Одан кейін Арай жүкті болды. Арай жүкті болған кезде Арай Қараөрікке жерік болды. Пакет килограммдап Қараөрік тасыдым. Соқтан Аллаға тәуба. Енді міне жақсы айда осылай дүниеге келіп жатыр. Екі біздің елбасыларымыздың аянында болды. Соқтан Алла қаласа мен ұлымды ойлаймын. Осындай жақсы Рамазан айында және де ораза кезінде дүниеге келіп жатыр. Жол ақ болып, әрқашанда қазағымызға, елімізге, жерімізге пайдасы тиетін азамат болатынына кәміл сенемін. Добрый день. Поздравляю Талгата с сыном, долгожданным сыном. Желаю счастья, здоровья, чтобы никто не болел, чтобы он был очень сильным. Желаю, чтобы еще был один сын, потому что ему любит сына. Еще много дочек и много сыновей ему пожелаю. Счастья, здоровья всем близким, родным. Өз біздің армандап ораза айында тілеген Дінмұхамедіміз өмірге келді. Бүгін әкесі бізді керемет қып шығарып алды. Достарымыз бәрі, мамамыз, папамыз барлығы. 4-270 боп, бойы 57 боп, ұлымыз өмірге келді. Аман есен, дені сау болып, не ботақандарымыздың бәрі қуанып жатыр. Өзіміздің тілеген ұлымыз. Болатымыздың бауыры болсын деп, үйімізде екі ұл болсын деп тілеп едік. Сол тілегіміз орындалып, алдыңғы оразада тіледік, осы оразада бөбеміз өмірге келді. Ал бүгінгі міне ботақанымыздың үйге келіп жатқаны құтты болсын. Менің көкем міне алтын құрсақты ана болып жатыр. Ағам деген 7 баланың әкесі болып жатыр. Аллаға мыңда бір шүкір. Көкеме Алла разы болсын деп айтам. Үлкен рахмет. Ботақан ден сау болсын. Әке шешесіне ертең Меккеге апаратын қари болсын. Екі дүние бақытын тілеймін. Бар жақсылық болсын. Құтты болсын. Бал бөбегім, балапаным менің, аялайды алақаным менің. Ал қалайық, міне ұлымызды үйге алып келдік. Қазір үйге кіргізіп, бәріміз қарап отырмыз. Қыздарым міне бақыттарым жан-жағымда. Енді ерке болып өседі. Ағасы бар, Болат ағасы. Жаныма Алла разы болсын, рахмет. Толқып тұрмын. Жан, рахмет. Міне қазір енді өзін төсегіне жатқызып, дайындалған болатымыз. Алла Тағаладан тілеген болатымыз. Аллаға мыңда бір шүкір. Сіздерде де осындай қуаныш болсын. Қазақтың саны көбейе берсін. Қазағымыздың санын міне шамамыз келгенше көбейтіп, бізде ол үшін Алла разы болсын, жаныма рахмет. Қойыңдар. Осылай міне кәсібімізді де әрқашан сіздер бізге қолдап отырасыздар, тілеулес болып отырасыздар. Әрқашанда бізге менің осы жүрген жолымда болсын,
тілеулес болып отырасыздар. Қой. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Барлықтарыңызға қазақ елінде қуаныш болсын. Арайлансын атар таңың сенің, балапаным менің, балапаным